Ассалаумағалейкум. Бұл төрт құдық деген жер. Бұл жерде қыстақтар бар. Дасор мақаттан тіке Қызылқоға жаққа шығатын жолда. Енді мына жерде бір екі құлпытас бар, жазулар мүжіліп қалған. Мына құлпытас жайлы оқуға болады. Бұл артында кесенемен екеуі бір адамға арналған. Арасы 4 метр болса да, кесенемен құлпытастың иесі бір Шеркештер, Шеркеш руы, жауға қашты тайфасы. Ондағы бөлімі Шайымқан дейді. Так, Шайымқан немесе Шайымқар, Шайымқан сияқты Шайымқан Ертайұлы дейді. Опат 73 жасында 1890 жылда. Так, астында таңбасы кетеді. Кесенесі. Бұл да енді Шеркеш дейді, жауға қашты тайфасы Андағұл бөлімі деп кетіп жатыр. Астында жазу артында болмайды бір. Так, бөліме кетті Андағұл. Мына жерде енді есімі Серікбай болуы мүмкін. Так, Серкебай немесе Серкебай Төлеген ұлы сияқты. Төлеген ұлына келіп тұр. 8 жас. 8 жасында айтқан опат. Алдың жағында кейінгі бейіттер бар. Таздың, асықтың бір құлпытасқа мынандай белгі қойылған. Ру Шеркеш жауғашты Жантай Мұхамедұлы есі дәулетте белгі қойған. Қуаныш керей ұрпақтар 1925 дейді. Оның астында таңбасы болса, таңбасы бірақ Шеркешке ұқсамайды. Ана жерде үлкен құлпытас бар, олар кетіп қалған. Тақау Шеркеш дейді. Әзмәмбет Сәмбетұлы Айымбет. Енді үлкен құлпытас, жазу дұрыс көрінбейді. Таңбасынан Шеркеште екенін біліп тұрмын, тас қойған. Жоқ, ұлы дейді. 61 жасында дегенді оқып отырмын.